Арма көрермен, Түркістан телеарнасының тікелей эфирінде ауыл және әкім бағдарламасы. Бүгінгі эфир тізгінінде Шынар Мұратхан. Бүгінгі бағдарлама барысында ауылдық округтың даму көрсеткіштері, жетістіктері, сондай-ақ әлеуметтік экономикалық ахуалы кеңінен талқыланатын болады. Айта кетейік, спикерге өз сауалдарыңыз болса, экранның төменгі бөлігінде көрсетілген нөмірге хабарласып қоя аласыздар. Ендеше студиямыздың қонағымен таныстыра өтейін. Бүгінгі студиямызға келген мейман Төле би ауданы Аққұм ауылдық округінің әкімі Қайрат Таменов. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба, Шынар ханым. Енді Қайрат мырза, алдымен ауылдың бүгінгі жай-күйіне тоқталсақ, қандай жетістіктер бар, айта кетсеңіз? Ауылдың жай-күйіне тоқталатын болсақ, негізі Аққұм ауылдық округіне 3 ауыл қарайды. 5300 халқымыз бар. Негізгі бағыты ауыл шаруашылығы, оның ішінде егін және мал шаруашылығы. Осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы енді өткен жылғы көрсеткіш бойынша қандай жетістіктерге жеттіңіздер? Соңғы жылдары қандай жобалар жүзеге асты? Соңғы жылдары негізі мен 21-ші жылы осы ауыл округіне әкім болып сайландым. 25-ші жылы екінші рет қайта сайландым. Ол бірінші Алланың, екінші халықтың қолдауы. Енді 4 жылдық еңбегімді бағалағаннан кейін қайтадан сайлады деп ойлаймын. Бітпеген жұмыстарымды қайтадан жалғастыру үшін қайтадан сайлауға түсіп, екінші сайланып отырмын. Енді халыққа бірінші не керек? Бірінші инфрақұрылым керек. Светі бар, газы бар, суы бар, жолы бар. Ол 3 елді мекенде де жаңа аталған мәселелердің бәрі шешілген. Осы 21-ші жылы Аққұм ауылында 8 шақырым асфальт жабындысымен төселінді, тротуар салынды. Алията көшелеріне 2 шақырымдай түнгі жарықтар орнатылды. Оның алдында орталық көшемізде жарық болған. Одан кейін Момнай ауылында 5-6 шақырым асфальт жабындысы салынып, жаяу жүргіншілер тротуар дейміз ғой, ол жасалынды. Ақтас көшесіне қосымша түнгі жарықтар орнатылды. Ол көшеде де орталық көшемізде жарық болған. Қосымша Ақтас көшесінің қуыстары бар, сол жерлерге түнгі жарықтар орнатылды. Жаңаүйім ауылымызға жаяу жүргіншілер салынды. Ол да 4-6 шақырым. Бекбауып көшемізге 2-9 шақырым асфальт жабындысы төселініп, көшелер кеңейтіліп, түнгі жарықтар орнатылды. Округте аудан бойынша мәдениет ошағы салынбаған осы біздің ауыл округпен тағы бір округ болған. Облыстың қолдауымен республикалық бюджеттен қаржы қарастырылып, Момнай ауылында клуб салынды. 145 орындық. 24-ші жылдың жыл басында пайдалануға берілді. Округімізде 4 балабақша бар, 3 мектебіміз бар. Заманауи талаптарға сай, барлығы құрал жабдықтармен жабдықталған. Шеберханалары бар. Қыздарға тігінмен айналысатын кабинеттер болса, олдарға мастерской дейміз ғой. Ағаш өнімдермен айналысатын, темір өнімдермен айналысатын сол цехтары бар. Жағдай жақсы. Мектептердің жылу жүйеге қойылған. Жылда қыркүйек айында өзіміз барып тексеруден өткізіп, құбырлардың жарылған жерлерін дәнекерлеп дегендей, сондайлардың бәрін ақауларын жөндетіп, комиссияны тексеруден өткізіп, қазір қалыпты жағдайда жұмыстарын жасап жатыр. Жалпы инфрақұрылымдық мәселелер бойынша бүгінгі күнге дейін бір шешімін таппаған мәселелер бар ма?
Инфрақұрылым бойынша шешім таппаған, енді үлкен көлемде емес, 5-6 үй, 10 шақты үйге баратын жерлер жарылып жатады. Оның барлығын аудандық мекеме хабарын береміз, келіп дер кезінде жасап беріп кетеді. Оған халық риза. 23 жылы Момынай ауылынан жаңағы инфрақұрылым кезекте тұрғандарға жер беру бойынша жер бөлінді. 44 гектар 300 учаскеге жуық. Құдай қаласа соның суы мен электр жүйелері тартылып пайдалануға жақында беріледі. Енді жердің мәселесі толық шешілгеннен кейін оны кезекте тұрғандарға таратуды бастаймыз. Осы биыл жаз айларында жоспарлап отырмыз. Жаңа кезекте тұрғандарға рет-ретімен беруді. Түсінікті. Енді кәсіп орындардан қандай өндіріс орны бар? Бізде өндіріс орны тек қана бір кірпіш зауыты бар. Ол да жаңағы кезеңдік жұмыспен айналысады. Көктемнен бастайды, күзге дейін. Қалған уақытта тоқтайды. Сезондық кезінде 70 адамға дейін жұмыс орны ашылады. Ең сапалы осы ленгірқыш деп аталынады. Аудандағы салынып атқан көпқабатты тұрғын үйлерге, жеке тұрғын үйлерге осы кірпіш зауытымыз толық қамтамасыз етіп жатыр. Бағасы да тиімді, нарықтағы баға жаңағы сапа жағынан жоғары. Енді Қайрат мырза 2021 жылдан бері, енді былайша айтқанда жергілікті басқару жүйесінде қызмет етіп келесіз. Сол уақыттан бергі бір мемлекет тарапынан болсын, немесе жеке демеушілер тарапынан болсын, жүзеге асқан бір жобаларды айта кетсеңіз. Жаңа нысандар немесе? Сол жаңағы айтып өткенім мәдениет үйі салынды, одан Аққұм ауылында дәрігерлік амбулаториямыз салынып, пайдалануға берді. Қазір ондай құрал жабдықпен қаладағы емханалар жабдықталмаған. Соңғы үлгідегі жаңағы әртүрлі құрал жабдықтармен жабдықталған. Оған халық тән риза, рахметтерін айтып, сол 3 ауылдағы науқастанған азаматтарымыз, азаматшаларымыз сол жерден емдерін қабылдап жатыр. Енді спорт саласы жайлы айта кетсеңіз, жалпы жастардың осы спортпен айналысуына жағдайлар жасалған ба? Қабілеті бар жастардың. Спорт саласы бойынша 3 мектепте де спорт залдары бар. Тыныбек мектебінде осыдан 2 жыл бұрын жеке спорт залын салды. Ол жерде Ерлан Нұрдәулет деген ағайларымыз, жаттықтырушылар жұмыс жасап жатыр. Жаңа Тыныбек мектебінде, Аққұм ауылында орналасқан. Ол жерден чемпиондарымыз шығып жатыр. Әлемдік деңгейге барып келгендер, облыстық, республикалық жарыстардан жүлделі орын алып келіп жатқандар бар. Момынай мектебінен Алмас ағайымыз кикбокспен айналысып, бір қызымыз шетелде, қазір Түркия қаласында бірінші орын алып келді. Одан кейін тағы да шәкірттері облыстық, республикалық жүлделі орындарды алып келіп жатыр. Жаңа үй мектебінде күрестен үлкен жетістіктерге жеткен қазір Ернұр Жұмаханұлы деген азаматымыз шетелден бірінші орын алып келді. Қазір соны қолдау мақсатында Момынай ауылында спорттық кешен салынып жатыр. Былтыр басталған, биыл тапсыруға жұмыс жасап жатыр. Республикалық бюджеттен 545 миллионға спорт кешен салынып жатыр. Ары қарай дамытамыз деп отырмыз. Оның үстіне Аққұм ауылынан спорт
кешен салынып жатыр. Ол жеке тұлғаның есебінен. Одан кейін Жаңүйім ауылынан 1 гектар жерін дайындадық. Биыл Мекенбай деген ағамыз спорт кешенін бастауды қолға алайын деп отыр. Осындай жұмыстар жасалынып жатыр. Енді өзіңізге де байқалатын болар, жыл артқан сайын халықтың саны да көбейе береді. Осыған байланысты жұмыссыздық мәселесі де туындауы мүмкін. Бұл бағытта қандай шаралар атқарылып жатыр? Жалпы бұндай мәселе бар ма ауылдық округ төңірегінде? Жұмыссыздық бар, бірақ өзін-өзі қамтығандар қатарында бізде 21 жылы 16 азаматшаларымыз әлеуметтік көмек алатын болса, қазіргі таңда бір ғана азаматшамыз әлеуметтік көмек алатын болды. Бұл дегеніміз халықтың әл-ауқаты көтеріліп келе жатыр. Еңбек етпесе аш қалатын халық сезініп жатыр. Өзін-өзі қамтып жатыр дегендей. Жаңағы алма піс, аузыма түс деген қағидатты қойып, еңбекке бет бұрып жатыр. Соның салдарынан мұны жаңағы әлеуметтік көмек алатындар қатарын азайып жатыр. Жалпы осал топтағы азаматтар, аз қамтылған отбасыларға бұдан басқа қандай да бір шаралар бар ма? Қайырымдылық акциясы деген сияқты жыл сайын ұйымдастырылады. Жыл сайын мынау мектепке жол акциясына біз ауылдағы округтегі кәсіпкерлерді, шеттегі кәсіпкерлердің жаңағы қолдауымен жыл сайын 1,5-2 миллионның төңірегінде жаңағы құрал жабдықтарымен, киімдермен қамтамасыз етеміз. Ол жағынан ауыл билері, ардагерлер төрағалары, ауылдың белсенді азаматтары ұйымдасып, әр ауылда сондай жаңағы жағдай сәл төмен отбасыларға көмек беру бойынша тізімдерін жасап, оны жария етпей жаңаларға көмек қолын созып жатыр. Ол азаматтарға осы эфирді пайдаланып рахмет айтқым келіп отыр. Біздің атымызды атап, түсімізді түстеудің қажет жоқ. Біздің көмегіміз осы болсын деп, жаңағы қоғамдық кеңес мүшелерінен құрылған комиссияға өздерінің шама шарқы жеткен қаржыларын сол жерге беріп, ол комиссияны жаңағыдай оқушыларға тарататын болады. Енді жалпы сіздердің ауылдық округтеріңізде кәсіп бастаймын, осы ауылдық округты қандай да бір салада дамытамын дейтін жастар болсын, кәсіпкерлер болсын, инвестицияға тарту бойынша бір қолдаулар жасау жоспарда бар ма жалпы? Енді облыс әкімінің, аудан әкімінің қазір тапсырмасы бойынша біз 2 гектар жерді бөлдік. Өткенде жаңағыдай кәсіп бастаймын деген азаматтарды басын қосып жиналыс өткізгенбіз. Енді аудан бойынша қазір наурыз айында Қытай мемлекетіне іс-сапарын ұйымдастыру қолға алынып жатыр. Сол іс-сапарда 2 азаматымыз округтен шыққан. Сол жаққа барып, қандай да бір өндірісті қолға алу бойынша жұмыс жасағалы отыр. Одан бөлек жылқы бордақылайтын азаматтарымыз бар. Қара малды бордақылайтын азаматтарымыз бар. Қойды бордақылап, етке өткізетін азаматтарымыз бар. Ол бойынша қандай да бір көмек төмендетілген пайызбен несие алу бойынша кәсіпкерлік мектебіне өзіміз апарып білгенімізді айтып, қанағаттанбаған жағдайда кәсіпкерлік мектебіне жіберіп, сол жерде оқытып, ары қарай жол көрсету мақсатында көмектерімізді беріп жатырмыз. Енді біз былтыр әкімдер мектебінде оқыдық қой. Сол жерде өзіміздің жоспарымызды қорғадық. Округ бойынша комбикорм шығару көзделген. Соған бір азаматымызды дайындадық. Оның жаңағыдай цехтарды ашу бойынша ғимараттары бар. Енді жаңағы Қытай мемлекетінен құрал саймандарын, жабдықтарын алып келетін болса, сол жерден
малға қажетті азықтарды дайындайтын бастаймын деп отыр. Одан бөлек 25 отбасына сементаль ұрығының жаңағы сиырларын алып келіп, 25 отбасында 5 сиырдан несие жаңағы жеңілдетілген 2,5%-бен. Соны жоспарлап отырмыз. Сол бағытты қолға алатын болсақ, 2,5%-дан несиені беретін болса, барлығы дайын отыр, құжаттарын дайындап. Қаржы беріле бастағанда олардың барлығын сол бағытқа бағыттаймыз, Құдай қаласа. Енді осы жоспар аясында болашақта ет кластері де дамуы мүмкін. Мысалға, кейбір ауылдық округтерде өздерінің шаруашылығынан шығатын өнімді жаңағы сыртқа экспорттау сияқты жоспарлары бар. Сондай сияқты жоспарлар бар ма? Жалпы қазіргі уақытта білуімше тек ішкі нарыққа жұмсалып жатыр, өнімдер, егін шаруашылығы болсын. Дұрыс айтасыз, өте орынды сұрақ. Біз малымызды семіртеміз, арзан баға сатып жібереміз. Егер оны жаңағыдай өңдеп, жартылай полуфабрикат болсын, болмаса дайын өнім қып шығаратын болса, онда ол жаңағы өндірілген ет бағасы жаңа тікелей сатып жіберуден 2 есеге ұлғайырады. Кәсіпкерліктің жаңа дамуына үлкен үлесін қосатын еді деген. Енді жаңа айтып отырмын ғой, 2 азаматымыз Қытайға барып келгеннен кейін жан-жақта жаңағы ауыл шаруашылығына қажетті өндіріс өндіретін құрылғылар, жаңағыдай етті өңдейтін, оны жаңағыдай өнім қып шығаратын құрылғыларды қараймыз деп отыр. Осы барып келгеннен кейін ол жағында қарастыратын боламыз. Бұған дейін ауыл шаруашылығында жаңағы шаруаларға қандай қолдаулар көрсетілді? Қазіргі техникалардың жай күйі қандай? Техникалардың жай күйі бізге енді жылда жоспар беріледі. Еккен өнімді уақытылы орып алу, егістікті жинау, біреудің техникасын күтіп отырғанымен ол ұзақ уақыт, одан кейін өнімнен аз пайда табатынына көздері жетіп, қазір жаңа техникалар алуды қолға алып отыр. Былтыр бізге 6 техниканы жаңаландыру жоспары берілген, 6-ауын да алды. Қазір былайша айтқанда жерді өңдеу, өсіру, орып алу оңайланып жатыр. Оның да бөлек қазір техниканың барлық түрі бар ғой. Көп шығын келтірмейтін, көп пайда беретін техникаларды алуға көздері жетіп отыр. Тағы да биыл жұмыс жасаймыз. Техникаларын жаңаландыру бойынша. Арзандатылған тыңайтқыштар беріліп жатыр. Арзандатылған жанар жағармай беріп жатыр. Оның барлығын шаруаларды жинап, өздеріңіздің күліштеріңіз бен заявкаларыңызды беріңіздер. Қолдарыңыз тимей жатса, болмаса, жаңағы қалай беруін білмей жатсаңыздар, электрондық кілттеріңізді өздеріңізбен бірге алып келіңіздер. Осы жерде жаңағы өтінімдерді береміз деп көмек беріп жатырмыз азаматтарға. Енді кей аймақтарда осы егін алқабының көлемін үлкен болуына байланысты үнемдеу, су үнемдеу технологиясын пайдалануды қажет етіп жатады. Жалпы бұл технология сіздердің аймақтарыңызға қажет пе? Немесе болашақта осындай технология керек деген сияқты жоспар бар ма? Технология қажет. Тамшылатып суару деген. Бізде ағын су тапшы. Оны егіс алқабына жеткізу үлкен шығынды қажет етеді. Жаңағы 3 ауылда деп айттым ғой, 3 ауылда да біреу Ленгерка, біреу Тоғыс өзені бар. Сол 2 ауылда пайдалану жоспарлануда, бірақ суды үнемдеу жылда механикалық каналдарды механикалық тазалаудан өткізгенімен
ауылды жерлерге жетпей жатыр. Жолда тышқан тесетіні бар. Былтыр өзіңіз білесіз, құрғақшылық болды. Судың барлығын айдап келгеннің өзінде де жерге сіңіп, шаруалардың жаңағы бау-бақшасына жеткізе алмадық. Сол үшін енді сұраныс беріп жатырмыз. Суды лотокпен жеткізу. Оны қолға алмасақ, жаңағы құр жермен алып келу ысырап. Жеткізе алмаймыз бәрібір. Енді жаңа айттым ғой, инфрақұрылым салынып жатыр. Ол жерге де халық келіп шоғырланады. Өздерінің үйге жерлеріне көкөніс егу бойынша тапсырмалар беріледі. Ол жерге де су керек бірінші мәселе. Ал ауыз суды пайдалану, ол тек қана ауыз суға пайдалану керек. Қазір өзіңіз білесіз, бүкіл әлемде ауыз су тапшылығы. Су тапшылығы мәселесі орын алып жатыр. Соны үнемдеу үшін жаңағыдай лотокпен алып келуіміз керек. Үлкен көмек болады. Енді болашақта жалпы елімізде осы су тапшылығы мәселесі шешімін табады деген үміт бар. Себебі жуырда су және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов осы халықаралық ынтымақтастық бойынша жиын өткізген болатын. Сол кездерде осы мәселені көтерді. Жалпы мәселе туындаған кезде осы шаруалар бір түсіністік танытты ма? Мысалға, қуаңшылық жағдайында бір төзбеушілік деген сияқты жағдайлар орын алған жоқ па? Мысалға, ондай жағдайда қандай шаралар қолданылады? Мысалы, егін жетіспеушілігі деген сияқты мәселелер болды ма? Егіндер шықпай қалу ма? Былтыр ору кезеңінде оруға келмей қалған азаматтарының жерлеріне барып акт жасалынып, ол аудандық ауыл шаруашылық бөліміне өткізілді. Ол жерден жаңағы мемлекет тарапынан қолдау берілетін, берілмейтініне мен нем жоқ, информациям жоқ. Алайда халықта түсініп отыр ғой енді. Осындай ауа райының қуаңшылық болғаны негізі егістікті күзде еккен жақсы да. Ол қыстың күні жауатын жаңбыр бар, қар бар, соның несімен өсіп кетеді. Ал көктемде көбінесе рискке барудың қажет жоқ. Барлық егістікті мен осы жерде айтар едім, күздің кезінде егіп мүмкіндігінше. Сол кезде қолға алған дұрыс. Қолға алған дұрыс. Түсініспен қарап отыр, конечно, оған ешкім кінәлі емес қой енді. Жаңбыр жаумай қалғаны, қуаңшылық болғаны. Түсініспен қарап отыр, амал жоқ. Енді сол суды үнемдеу бойынша қазір ауылымызда Дулат ағамыз қолға алып отыр. 6 гектар бауы бар. Сол жерден құдық қазып, сол жерден насоспен тамшылатып су қору мәселесін барлық электр жүйесін алып кеп қойды. Ұңғыманы қазды. Енді анау әртіпке шлангаларын тарту жұмыстары қалды. Ол жерде де тек қана алма емес, орталарында бос жерлерге қауын қарбыз егу мәселесін қарастырып жатыр. Көкөніс, қияр, қызанақ егу мәселесін қарастырып жатыр. Ол жерден тек алма емес, 5-6 жеміс түрін, бақша өнімдерін өндіру қолға алынып жатыр қазір. Енді Қайрат мырза, сөзіңізден байқасам, қандай да бір салада шаруашылықта осы мәселе туындай қалса, бірден өзіңіз назарға алып, ұсыныс тастап, тез арада шараларды қабылдайтын сияқтысыз. Енді бұл да бір жағынан енді халыққа сенім сыйлайды десе де болады. Осындай жағдайда әрине енді шаруалар сізді толыққанды түсінеді деп ойлаймыз. Иә, осы сайланғалы бері бізге негізі көбісі айтады, неге конторында отырмайсың деп. Енді біз конторда отыра беретін болсақ, халықтың немен айналысып жатыр, немен тіршілік жасап жатыр, бәрін көруіміз керек, басына баруымыз керек. Енді кейбір кездерде болады,
бара алмай қалған жағдайлар. Оны да түсіністікпен қарап жатыр. Халықтың ішінде жүрген, халықпен бірге жүрген, ол жақсы нәрсе деп ойлаймын өзім. Сондықтан халықпен біргеміз. Өйткені қызметіңіздің көп бөлігі осы халық игілігі. Сол ауылда туғанбыз, сол ауылда өскенбіз, сол халықпен біргеміз. Ары қарай да бірге бола береміз, Құдай қаласа. Түсінікті. Енді осы орайда тұрғындардан келіп түскен бейне сауал бар екен, экранға зер салсақ. Саламатсыздар ма? Мен Аққұм ауылдық округі Жаңим ауылының тұрғыны Сейіт Нұрлан. Осы ауылымыздың әкімі Қайрат Қауымбекұлына қоятын сұрағым бар. Біздің ауылдағы Көктерек көшесіне, Әулиетас көшелеріне түнгі жарық қашан қойылады? Түнгі жарық деді деймін. Өте орынды сұрақ. 2025 жылдың желтоқсан айында бюджет нақтылау болды. Сол жерде мен округтегі 7 көшені ұсынған болатын. Соның 4 көшесін мақұлданды. Жаңа айтқан Әулиетас, Көктерек көшесіне күн көзінен электр қуатын алатын түнгі жарық шамдары. Кеше мекеме басшысымен сөйлестім. Осы наурыз айында қойылады деген жауабын алдым. Жаңа аталған 2 көшеге осы наурыз айында қоятын боламыз. Енді электр бағаналарына қатысты мәселелер бар ма? Бәрі жаңартылған ба? Электр бағаналарына қатысты 3 мәселеміз болған. Жаңим ауылында Тастөбе Қырықбаев көшесінде 1-2 шақырымға бағаналар қойып, желісін тартып, түнгі жарығымен 2 трансформатор жоба сметалық құжаттамаға жасалынып, осы желтоқсан айында 30 миллион қаржы қарастырылды. Жалпы құны 43 миллион болатын. Соған мердігерге 30 миллионы берілді. 25 жылы қазір барлық бағаналарды қойып, желілерін тартып жатыр. Кеше ғана осы мәселемен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі автомобиль жолдары бөлім басшысының міндетін атқарушымен, мердігермен және ауыл тұрғынымен келіссөз жүргізіліп, артылған столбарды басқа көшеге қою бойынша жаңағы қосу алу жобаға сондай жасаймыз деп хаттамамен кеше ғана келістік. Бұл жерде осы 1 айдың көлемінде толық бітіріп іске қосып берем деді. Ол жерде қазір шатаспасам 52 үйге арналған жаңағы 2 трансформаторы. Біреуі ауылдың ортасынан қойылатын болды, біреуі ауылдың ортасынан шетінен қойылатын болды. Және Ашшы, Аққұм ауылында Ашшы көшесі бар. 1-2 шақырым 60 жылдар қойылған ағаш бағаналар қазір әбден тозығы жетіп, ауыстыруды қажет етіп тұр. Ол жерге де жоба сметалық құжаттамасы тапсырылып, конкурс өткізіліп, мердігер анықталды. Және осы нақтылауда береміз, қаржы бөлеміз деген кешегі бөлім басшысы міндетін атқарушы уәжіне сәйкес ол жерде биыл қолға аламыз деп отырмыз. Одан кейін Момынай ауылында Аққұм Батыр көшесінде 960 метр жерге 1 трансформатор, жаңағы электр желісі түнгі жарығымен. Оғанда жоба сметалық құжаттама дайындалған, бірақ оның қаржысын облыстан сұраттық, әлі бөлінген жоқ. Осы нақтылауда бөлінетін шығар деп үміттеніп отырмыз. Осы 3 мәселенің біреуі шешім тапты, екеуі қазір шешім таппай тұр. Алдағы уақытта кезең-кезеңмен жасалатын шығар. Үмітіміз бар. Енді жалпы көбінесе жауын шашын кездерде осы көше мәселелерінің ішінде судың көп жиналу мәселелер кездесіп жатады. Бұндай жағдайға ұшыраған кездеріңіз болды ма? Жалпы су ағарлар қарастырылған ба?
Суағар осы 25 жылы Жаңыйым ауылында бір шақырымға суағар орнаттық. Енді кезегін күтіп тұрған Момнай ауылында ол да 1-2 шақырымға орнатуымыз керек. Оғанда қаржы болса, қаржы қарастыратын болса, биыл жасаймыз деген жоспарымыз бар. Қалған жерлердің барлығы, енді жаңа айттым, 3 сайда өзі рет-ретімен ағып кетеді, жаңа жауған жауын. Аулаларға кіру, су басу қаупі жоқ бізде. Түсінікті. Енді жалпы ауылдың көркін келтіретін ол көгалдандыру жұмыстары. Тазалық жұмыстары жайлы айта кетсеңіз, көгалдандыру, сонымен қатар Таза Қазақстан жобасы бойынша атқарылған іс-шараларды. Таза Қазақстан негізі бағдарламасы осы 2-ші жылғы биыл. Былтыр 32 рет сенбілік ұйымдастырылған екен. Ұйымдастырғанбыз. Ауылдың жастары бар, егде жастағылар бар, барлығы атсалысып 32 рет сенбілікке шыққанбыз. Осы 4 жылдың ішінде 10 мыңға жуық көшеттер әртүрлі егілді, сырты қоршалды, тамшылатып суғарымен қамтамасыз еттік. Одан бөлек мынау бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой. Тоғайларымыздағы бұлақтарымызды жыл сайын ашып отырамыз. Оның көзін ашсақ, өзіміздің тұрғындардың үйіргелік жерлеріндегі өсіріп атқан бау-бақша өнімдеріне өндіруге қолайлы болады. Соны түсініп, ауыл қай арықтан су ішеді, сол жердің барлығы жиналып, көктемнің кезінде сол жұмыстарды ұйымдастырамыз. Соның арқасында ауылымыз қазір көгеріп тұр. Ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Енді жалпы осы ауыл тұрғындарына тазалық бойынша бір түсіндіру жұмыстары жүргізіледі ме? Мысалға, жастарды тазалыққа баулу деген сияқты. Округ бойынша 7 чатымыз бар. Сол чатқа сенбілік болатын кезде хабарландыру береміз. Үйінде отырған, үйінде болған кездерінде барлығы шығып, сол чатқа міне мен тазалап жатырмын деп жарыс ұйымдастырылып, мынадан мен қалып кеттім ғой деп барлығы шығып жұмыстарын жасап жатыр. Ол үшін халыққа рахметімді айтамын. Енді қазіргі қыс мезгілінде байланысты қар тазалауға арнайы техника бар ма? Қар тазалауға былтыр облыс әкімдігінде рахметімізді айтамыз. МТЗ-82-де бір тракторын бөлді. Оның алдында қар сыратыны бар, артында сыпырғысы бар, және телешкасы бар. Одан бөлек трицикл бір дана берді. Сонымен қазір жылдың басынан трактористімізбен трактористке штат берді. Соляркасын қарадық. Сонымен жұмысты бастап кеттік. Қазір ешқандай проблема жоқ. Тек қана жұмыс жасау керек болды. Енді ауыл тұрғындарын ауызбіршілігін арттыру мақсатында жаңағы бірлесіп бір байқаулар ұйымдастырып, өз араларыңызды ынталандыру жұмыстары болды ма? Қандай байқаулар өткіздіңіздер? Немесе қатыстыңыздар ауыл болып? Енді қазір ауылдың ынтымағы жарасқан бір көрінісі Жаңыйым ауылында Мекенбай деген ағамыз ауыл бастаған еді. Мешіттің жанындағы қатымхана дейді. Ауылдың адамдар ақша жинап бастаған еді. Ағамыз құрылысшы өзі. Сол келіп, сендер өздерің ақшаларыңды қайтарып берейін, мынаны мен сендерге тарту етейін деп, толық бітіріп 346 адамға арналған қатымхананы пайдалануға берді. Соны үлгі тұтты ма, или өздерінің ойында жүрген мәселелер ме еді. Ауылымыздағы 4 мешітімізге де ауылдар жиналып, 2 ауылда жаңағыдай
меценат ағаларымыздың арқасында бітетін болса, екі ауылымызда халықтың өзінің жаңағы ұйымдасуымен ауызбіршілігінің арқасында екі мешітімізге жаңағыдай қатымхана құрылысы бітіп, қазір пайдалануға беріп, бір-екі жаңағы құдайларын сол жерде өткізді. Кеше ғана 8 күні Момынай ауылындағы мешіттің жанында 264 адамға арналған қатымхана құрылысы бітіп, сол ашылу салтанаты өтті. Қанат Әлтаев деген ағамыз сол жерге керекті столы бар, стулы бар, ыдыс аяғы бар, толық қамтамасыз етіп берді. Осындай ауызбіршілігі жарасқан еліміз. Енді жыл сайынғы дәстүрлі мерекелерде қандай шаралар ұйымдастырып тұрады? Дәстүрлі мереке наурыз айында өткен жылы көп балалы ақжауықты апаларымызды, әжелерімізді шақырып, депутаттардың қолдауымен, жаңа кәсіпкерлеріміздің, меценаттарымыздың қолдауымен аналарға жақсы бір көңіл күй сыйладық деп ойлаймын. Одан кейін қарттар күніне 70-тен асқан қарттарды марапаттау рәсімін өткіздік. Концерттік бағдарлама болды. Өте жақсы көңіл күйде қайтты деп ойлаймын. Қарттарымыз қазір бізді солардың жастарына жеткізе берсін. Бала сияқты оқып қалған ғой. Кішкене сыйлық беріп, жаңағыдай көңілдерін көтере алдық деп ойлаймын. Тағы да айтамын, жаңағы демеушілік жасаған аға-інілеріме көп-көп рахмет. Енді сіздердің әлеуметтік желідегі парақшаларыңыздан байқап қалдым. Жалпы осы ауылдық округтен түлеп ұшқан түлектер бір арнайы концерттік шара ұйымдастырып жатыр екен. Жалпы түлектер осы ауылымызға бір үлесімізді қосамыз деген сияқты өздерінің бір сыйларын тарту еткен кездер болды ма? Былтыр 72 жылғы, 82-92 жылғылар Момынай ауылында жаңағы спорт алаңымыз бар. Сол жерде наурыз төбе қылып жасақ деп бастамасын бастады. Жаңа жерге трибуна, отыратын орындықтар, одан кейін 6 баған орнатты. Тартуы сол болды. Одан кейін мектепке керек жарақты нәрселерін алып берді. Одан кейін Жаңғүйім ауылында үлкен іс-шара өтті. Жаңа күрестен жарыс өткізілді, арқан тарту, ауылдың барлығы жиналып, және жаңағы былтырғы 20 жылдықтар наурыз өткізіп берді сол ауылға. Одан кейін Жаңғүйім ауылына кіре беріс арқаның екі шетіне қылқан жапырақты көшеттер отырғызып, сыртын қоршап, басына үлкен жаңағы су құятын ыдысын қойып, тамшылатып суғармен сол жүйесін жасап берді. Қазір өсіп, ауылдың көркіне көрік беріп жатыр. Сол азаматтардың жасап отқан игісі кейінгі өскелең ұрпаққа бір үлгі ретінде де қарастыру керек сияқты. Оны биыл тағы да ұзартамыз деп отыр. Одан кейінгі 20 жылдықтар осылай арғай жалғасын табады деп ойлаймыз. Одан кейін жаңа Мекенбай ағамыз айттымы қатымхананы салды. Және 1 гектар жерді рәсімдеп бердік. Жаңағы жеке тұлғамен әкімшілік ауыл арасында 3 жақты меморандум түзіліп, сол жерге спорттық кешен салып берем деді, жабық түрде. Сөйтіп оны мемлекетке өткіземіз деп жатыр. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Түсінікті. Енді халық арасындағы мәселелерді шешуде бір жағынан сізде мысалға алқабилер кеңесімен кеңесіп, сол мәселені талқылайтын боларсыз. Жалпы алқабилердің жұмысы жайлы айта кетсеңіз. Билер ауылдың ынтымағын, берекесін ұйымдастырып отыратын тұлғалар.
ауылда қандай да бір келеңсіз жағдай орын алатын болса, өзінің көмекшілері бар. Солардың барлығын ұйымдастырып, жаңағы көтерілген мәселені сол жерде дер кезінде шешіп, жұмыс жасап жатыр. Оған ондай алқа билердің соншалықты араласатын тірліктері болған жоқ. Осы жұмыстарын тек қана жаңағыдай бірлікке, ынтымаққа шақыруын жалғастырып жатыр. Жастарға рухани тәрбие беру деген сияқты. Иә. Жалпы жергілікті прокуратура мен заң мен тәртіп қағидаты аясында шаралар қаншалықты өткізілді? Өткен жыл бойынша. Осы жақында ауданымызға Дабыл Аянұлы жаңадан прокурор болып келді. Ауданнан 6 ауыл округіне заң және тәртіп бойынша халықпен кеңінен дискуссиялық жағдайда өткізілді жиналыстар. Сұрақ жауап болып. Бірақ біздің округке кесте бойынша жақында келетін шығар. Сол кезде тағы да түсіндірме жұмыстар жүргізілетін болады. Алайда ішкі істер органдары мен прокуратура, ювеналды полиция барлығы келіп 90 сайын мектепте, ауылда, клубта жиналыс өткізіліп тұрады. Қазіргі дамып кеткен алаяқтық бойынша халықтың сенбеуіне, ондай белгісіз біреулердің қоңырауларына жауап бермеуіне шақырудамыз, бірге жұмыс жасап жатырмыз. Қайрат мырза, енді сұхбат барысында барлық саланы түгел қамтып, жетістіктерді, алдағы жоспарлармен бөлістіңіз. Енді өзіңіз осы мемлекеттік қызметтегі жас мамандарға кеңесіңіз болса, жалпы мемлекеттік қызметтің оның алдында халықтың алдында жауапкершіліктің өте маңызды екенін бір түсіндіре кетсеңіз. Енді мен өзімді алатын болсам, 26 жыл болыпты осы мемлекеттік қызметте жұмыс жасап жатқаныма. Мемлекеттік қызмет дегеніміз ол өте күрделі қызмет. Төзе білу керек, шыдай білу керек. Ер азамат болсын, қыздар болсын, өмірде мамандық таңдаған кезде шатаспау керек. Қандай мамандық болса да соның шыңына шығу керек деп ойлаймын. Қазіргі жастар көбісі жеңіл жолмен ақша тапқысы келеді. Бірақ ол айтады ғой, сыр тек қана тышқан аулайтын неде деп. Енді көп жастардың жаңағы оңай жолмен ақша табу кеткені әрине қарнымыз ашады. Бірақ сонда да мектеп бітірушілермен, жастармен 9 бен 11-ші сыныптағы оқушылармен мектепке барған кезде жиналыс барысында осы мәселені ылғи көтеріп жүреміз. Мамандықты таңдай білу, соның шыңына жету, оған шыдамдылықтың, талаптылықтың қажет екендігін түсіндіру жұмыстарын айтамыз. Жиналыста да айтамыз, ата-аналар жиналысында да барып тұрамыз. Түсінікті. Қайрат мырза, енді қазір ел көлемде қоғамдық талқылауға түскен жаңа ата заң жобасына қатысты өзіңіздің бір пікіріңізді білдіре кетсеңіз. Енді ата заңымыз өзгеріске ұшырап жатыр. 11 бөліктен және 95 баптан тұрады. Оның қазір 84%-ны өзгеріс енгізіліп жатыр ғой. Ол дегеніміз осы заман талабына сай бірінші адам құқықтары, бірінші байлық адам екенін, оның құқықтары мен бостандықтарын нақты көрсетіп, қандай да бір сұрақ туындаған кезде нақты жауабы белгіліп,
беріліп, сол заңды пайдалану тетіктері қаралды. Я дұрыс айтасыз, қазіргі уақытта сол конституция жобасында осы адам құқықтары мен бостандықтары басым, жаңағы көпшілігі сол бағытқа арналып отыр. Енді Қайрат мырза бүгінгі сұхбат барысында көптеген ауыл тұрғындары үшін өте маңызды мәліметтер айтылды. Ел игілігі жолында атқарып жатқан барлық істеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз, және бүгінгі бағдарламаға арнайы уақыт бөліп келгеніңізге де үлкен құрметпен қарап, тағы да алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, ауыл және әкім бағдарламасы алдағы уақытта жаңа қонақпен және өзекті тақырыппен эфирге қайта оралады. Ауылдың тынысы, әкімнің ісі, халықтың үмітін біздің мінбер баяндайды. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.